Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді екі түрлі турецкий печенье шекерпаре дайындайтын боламыз. Бұл печенье өзіме қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Тіпті балаларыңыз да сүйсініп жейтін болады. Видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алда көптеген ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, қопсытқыш, манная крупа, какао, греческий орех, сахарная пудра, сары май және бір жұмыртқа. Ең алдымен ұнға манная крупаны, сахарная пудраны және қопсытқышты салып, осындай силиконды күрекшемен барлығын бір араластырып аламыз. Енді үстіне сары майымызды саламыз. Сары май салқын болуы тиіс. Қолымызбен сары майды ұнға езіп, орысша айтқанда крошки жасайтын боламыз. Мінекей дайын. Енді осыған бір жұмыртқаны жарып салып, қамыр елейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Қазір осы қамырды теңдей екі бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігінен сіздерге шоколадты түрін жасап көрсетемін. Екінші бөлігін шетке ала тұрамыз. Бетін жауып қойыңыздар. Бір бөлігін екі қолымызбен созып, колбаса тәрізді етіп жасаймыз. Дайын. Енді осы қамырды теңдей бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен осылай көз мөлшерімен бөле беремін. Қамырды теңдей бөліктерге бөліп шықтық. Бөлінген қамырларды қолымызбен домалақтап шариктер жасаймыз. Мінекей дайын. Жанымызға пешіміздің табағын алып қоямыз. Үстіне пергамент қағазын төсеңіздер, бірден осы табаққа қойып шығамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Өте оңай әрі тез. Мінекей дайын. Қазір жартысына шоколадты түрін жасап саламыз. Ол үшін екінші қамырға какаоны салып, қамыр илейміз. Қамыр мен какао біркелкі араласып, қамырымыз шоколадты қамырға айналғанша жақсылап илеңіздер. Мінекей столдың үстіндегі барлық какаоны жинап алдық. Қамырымыз дайын. Енді осыны алдыңғы қамыр сияқты колбаса тәрізді етіп созамыз. Осылай созған дұрыс, сол кезде бөлуге ыңғайлы болады. Бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Енді печеньелеріміздің үстіне греческий орехтарды қойып шығамыз. Осылай кішкене басасыздар. Енді бетіндегі орехтары түсіп қалмас үшін жұмыртқа жағамыз. Бір жұмыртқа жеткілікті. Осылай араластырамыз. Жағамыз. Барлығына осылай жағып шығамыз. Мінекей дайын. Енді осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіреміз. Печеньелеріміз дайын. Суды өте әдемі болып шықты. Сіздерге жасап көруге 100% кеңес беремін. Ұнайтынына да сөзсіз сенімдімін. Жасалу жолы да өте оңай, көп затты қажет етпейді. Қазір біреуін бөліп көрсетемін. Мінекей ортасы толықтай піскен, өте дәмді, ерекше печенье. Ас болсын.